Әйелдерге қатысты 16 хадис. Күйеуінің ризалығына бөленген әйел. Мағынасы Умму Саламадан риуаят еткен хадисте Хазіреті пайғамбар былай деген: қандай да бір әйел күйеуінің ризалығына бөленіп дүние салар болса, жұмаққа кіреді. Хадиске түсініктеме. Әйел болсын, еркек болсын, әрбір мұсылманның ең үлкен мақсаты Аллахтың ризалығына бөленіп жұмаққа кіру болып табылады. Бізге жүктелген барлық құлшылықты орындау бізді жұмаққа жетелейді. Ал өткінші дүниедегі басымызға түскен қайғы мен қиыншылықтар Аллахтың құзырына тән күнәсіз ретінде баруымызға себепші болады. Мұсылман әйелдің жұмаққа кіруіне себепші болатын бірден бір жолы Аллахтың әмірін орындап күйеуінің ризалығына бөлену. Әйел заты үшін Аллахтың әмірін орындағаннан кейін күйеуінің ризалығын табу басты мақсат болу керек. Яғни әйел заты үшін Аллахтың ризалығы секілді күйеуінің ризалығы да өте маңызды. Абу Уммадан риуаят етілген хадисте былай делінген: бір әйел екі баласын ертіп Хазіреті пайғамбарымыздың алдына барады. Ол бір баласын құшағына алып, екіншісін жетектеп келеді. Мұны көрген Хазіреті пайғамбар былай дейді: әйелдер балаларына қарындарында көтеріп босанады да оған мейірімін түсіреді. Егер олар күйеуіне бәлекет болып жабыспаса, олардың намаз оқығандары жұмаққа кіреді. Күйеуінің ризалығына бөленіп дүние салған әйел жұмаққа кіреді деген сөзден мынаны түсінуімізге болады: оларды жұмаққа алғашқы болып кіретіндердің қатарына қоса аламыз. Өйткені күнәһар мүминдер тозаққа кірсе де нәтижеде ұлы жаратушының кешірімімен жәннатқа кіреді. Ал күйеуінің ризалығына бөленген әйел азаптанбай-ақ жұмаққа қауышады.